Қайырлы күн қымбатты достар, қан сонарда бүркітші шығаданға деп ұлы ақын Абай Құнанбайұлы айтқандай, бүгін біз қазақ халқының ғажайып өнерінің бірі саятшылық туралы айтатын боламыз. Кеше күн түбіне жортқан бабаларымыз ерте заманнан аңшылықпен айналысқан. Бастапқыда аңшылық күн көру, жан бағу амалы болса, кейін қызықты сауық құру, атақ даңқты шығару ұлттық өнер түріне айналды. Сонау 7-8 ғасырлардың өзінде ақ құс ұстап, жүйрік тазы ертіп, аң аулаған қазақтың саятшылығы мән маңыз бен мазмұнға бай. Талай қысты тұғырына қондырған халқымыздың 3300 жылдан бері сұңқаршылық кәсіппен айналысқандығын қазақ жеріндегі қазба жұмыстарда дәлелдеп беріп отыр. Мәселен, есіктегі сақ обасынан қазып алынған алтын адам қазынасының жәдігерлерінде қыран құс бейнеленеді. Атыраудағы Құлсары кентінің солтүстік шығысындағы атақты Бекет ата Ақмешіт кешенінен 6 шақырым жердегі Аралтөбе қорымында әйел мүрделерімен қоса жерленген бүркіттің қаңқасы табылған. Өскемен қаласына 40 шақырым жердегі Құрық қорғанының біріне мәйітпен бірге 4 бүркіт жерленген. Бұл тарихымызда жыртқыш құстарды баулып, аңға салу дәстүрі ертеден келе жатқандығын айқындайды. Қарапбақ бүркіт қара, түлкі қызыл. Ұқсайды қасасылу шомылғанға деп Абай атамыз айтқандай, саятшылық яғни құс салып аң аулау өнері де қазақ өміріндегі сирек кездесетін қызықты салт. Мұндай адамды құсбегі деп атайды. Құстың тілін білетін және оның мінез құлқын, жан дүниесін, қасиеті мен табиғатын білетін адамдар бұрын көп болған. Олар қазір де бар, бірақ сирек кездеседі. Құсбегілер көбіне бүркіт, лашын, сұңқар, қырғи, тұйғын, ителі сияқты жыртқыш құстарды ұстап аңға салып баулайды. Мұның бірнеше қыр-сыры, құпия қызығы да өте көп. Құсбегілер мен аңшылар көбінесе бүркіт ұстайды. Сыр сипатына қарай оған ат қойылады. Жасына қарай оларды тастүлек, мұзбалақ, көк түбіт, май түбіт, барқын, баршын, тағы да басқа деп бөледі. Алғыр құстарды қыран, шәулі деп бағалайды. Құстың құндақ, тұғыр, балақбау, томаға деп аталатын әбзел жабдықтары да болады. Құсты күту, баптау, тәрбиелеу, түлету, үйрету жолдарының өзі бір ғылым десе де болады. Мұның құпия сырын құсбегілер өте жақсы білген. Бабы келген бүркіт қыста қасқыр, түлкі, қарсақ, киік, қоянға түседі. Жазда үйрек, қырғауыл, шіл, кекілік сияқты құстарды да алады. Саятшылар мен аңшылардың күтетін ең сәтті күні сонар. Бұл күнгі аңшылық қызықтың орны тіпті бөлек. Баяғыда бір аңшы атам өлсе қойылар, атан өлсе сойылар. Мұндай қызық қансонар маған қайдан табылар деп атасы өлгенде де бұрылмай кеткен екен дейді. Сонар деп жерге жаңа түскен жер үрмеген, жан баспаған қарды айтады. Бұған түскен із тайға таңба басқандай анық болады. Сонар үшке бөлінеді. Ұзақ сонар, келте сонар және қан сонар. Мұның ішінде ең қызығы қан сонар. Бұл күні шыққан аңшының жолы болатыны айдан да анық. Саятшылық қазақ халқының тірі табиғат пен өлі табиғаттың тыныс тіршілігін, құпия сырын терең меңгергендігінің айғағы. Бұл зор өнердің қызығын саятшылардың өздері, ал игілігін халық көрген. Сөйтіп саятшылық халықтың мұрат тұтқан арманы әрі өнері болып саналған.